Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ангинаны үй жағдайында қалай емдеуге болады, соны айтатын боламын. Бірақ бұл тәсіл тек балаларға арналған. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде екінің бірінің мектеп оқушысы не балабақшаға баратын баланы ангинамен ауырып үйде жатыр. Баланың тәбеті жойылып, тамағының ауыратын айтып шағымданады. Жұтынса ауырлықты сезетін олар судан да бас тартады. Сұйықтықтың күшімен өлетін инфекцияда тап осы кезде құтырады. Салдарынан ауру асқынады. Қызуы көтеріліп, бойын әлсіздік билейді. Мұнан шығатын жол бар. Ол үшін баланы үйде қалдырып, төсекке жатқызыңыз. Сонан соң біз ұсынған әдістерді қолданып, өз бетіңізше ем жасауға кірісіңіз. Сонымен сізге сәттілік, ал балапаныңызға саулық тілейміз. Ең бірінші ол қызылша шырыны. Қызылша үйде табылмаса, базарда саған алуаны бар. Көкөністің бір данасын алып, үкіштен өткізіңіз. Езбені жақсылап сығып, шырынын алыңыз. Оны эмаль ыдысқа құйып, аздап қыздырып алу керек. Кейіннен балапаныңыздың тамағын шайыңыз. Егер бала 3 жастан асқан болса, оны өзі-ақ ептейді. Ал кішкентайлардың тамағын шаю үшін қолданылмаған инесіз шприцті пайдаланыңыз. Оны еңкейтіп, қызылша шырынын шприцпен тартып алыңыз да балапаныңыздың тамағын шайыңыз. Бұл ең тиімді әрі зиянсыз ем. Сонымен қатар таңқурайтын сабы немесе жөтегүлі де бар. Бір стакан қансыз жылымық шайға бір ас қасық таңқурай тосабын араластырыңыз. Осы шайды күніне үзбей 3 күн ішкізсеңіз, аурудың беті қайтып, балапаныңыздың тәбеті ашылады. Ал жөкегүлінен шай дайындау үшін бір стакан қайнаған суға бір шай қасық ұнтақталған жөкегүлін араластырыңыз. Шамамен 2 сағаттай тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, кішкентайыңызға ішкізіңіз. Ескерте кететін жайт, бұл емді қызуы көтерілген балаға қолдануға болмайды. Мүкжидек шырынында пайдаланыңыз. Бір стакан жылы суға 100 мл мүкжидек шырыны мен бір шай қасық таза табиғи балды араластырыңыз. Дайын болған сұйықтықпен науқастың тамағын шайыңыз. Сонымен қатар пияздың қабығы да көмек береді. Жарты литр суға 2 бас пияздың қабығын салып, отқа қойыңыз. Шамамен 3-4 сағаттай қайнау керек. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде тамағын шайыңыз. Бұл әдісті үлкендерге де қолдануға болады. Достар, бұл видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.